Интердің преимуществосы. Осының арқасын ұтса, осының арқасын ұтады. Осы чемпиондар лигасын жеңген ойыншы алтын допқа үміткер болуы мүмкін. Алаңда футболда болатын ең қызықты заттар доп жоқ жерде дейді. Барлық енді статистиканы салыстырып жатқан кезде франциялық клубтың бір бас кішкене жоғарылау екенін бір көрген сияқтымыз, Интер үшін де шешуші матч қой, өйткені трофейсіз қала ма? Оның құрамында жасы үлкен футболшылар көп, демек олар үшін бұл соңғы мүмкіндік. Мына жақтан айғайлайтын шығар. Қосылма, болды, қал, сен. Қайт ауылға. Керек емес, болды. Футбол сенің ойының емес. Армысыздар достар, дивандағы сарапшылар кезекті матчты талқылаймыз. Алдымызда Чемпиондар лигасының финал келе жатыр. ПСЖ және Интер арасындағы матч. Әдеттегідей дивандағы сарапшылар Нұркен Мырзағалиев және Дидар Қадыр. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Көңіл күй қалай? Тамаша. Алда финал. Айттым ғой мен. Айттым. Болжам шықты, е. Болжам шықты. Мен Арсенал, мен Барселона болса деп армандадым ғой кәдімгідей. Егер Арсенал мен Барселона ойнаса, біздің монтаждайтын жігіттерге фантазер. Барсан жанкүйері, Арсенал жанкүйері, ортамызда Ювентустың жанкүйері, енді түсінікті. Мен Италия футбол қолдаймын ғой енді. Сондықтан ПСЖ жанкүйерлік еді. енді бүйрегі бәрібір Интерге бұрып тұрады енді. Бұл финалда Интер алады. Енді бірақ Интер алғанда көбінесе айтып жатыр ғой, ПСЖ-ның президенті УЕФА-мен жақсы қарым-қатынаста деген сияқты бәрібір ПСЖ алатын секілді деген. Бұндай пікірге қалай қарайсыздар негізі? Қазақстан чемпионы салмашы оны. Чемпиондар лигасы ғой. Расследование басталып жатыр. Финалда ондай не болмайды, тек енді төрешілер шаймаса енді қателесіп. Айтпақшы, төреш кім болады екен, әлі нақты ақпарат жоқ, Марчинек. Айтпа Марчинек дейді. Ендеше басайық бірден. ПСЖ, Интер, жалпы бұл командалар тарихында ресми алғашқы матчтарын ойнағалы отыр. Финал өздеріңіз білетіндей Германияда өтеді, Альянс Арена. Жалпы Альянс Аренаның бұл 5-ші финал екен қабылдағалы отырған. Қызықты, өте қызықты матч болу керек. Мына екі жігіт басты жұлдыздар болмаса да, екеуі де хедлайнерлер сияқты. Әрине, міндетті түрде. Маркус Тюрам осы туралы айтады. Бұл жігіттер сіз командаларды елестету мүмкін емес, негізі механизмдер ғой. Негізінде мен бұл шығарымды қалай бастағым келіп тұр. Мектепте болады ғой, балалар алдыңғы сабақта не өткендеріңіз білесіздер ме? Ұмытып қалдым. Сол мен де көрерменде айтқам. Кім қарамады алдыңғы шығарымдарды қазір бәрін айтып өтеміз. Негізінде себебі ПСЖ-ның да Интердің да жаңағы шабуылдағы қорғаныстағы принциптер ешқандай өзгерген жоқ. Тек финалға жақындағанда бапкерлер өздері бір жаңа дүние енгізбесе, тактикалық дүниелер, енді біз оны болжай алмаймыз, біз оны біле алмаймыз, бірақ бар ақпаратпен біз талауға тырысамыз. Сол себепті ең басты кезекте әдеттегідей ПСЖ-ның құрылымына, структурасына көшейік. Бұл әлемдік Хаббл компаниясының статистикасы, бұл статистикаға сенуге болады. Әдеттегідей мына тұйық сызықтар, ол ойыншылардың арасында бір ойында орташа есеппен 10 пастан артық болса, тұйық сызықтар. Мына кішкентай сызықтар, ол 10 пастан төмен деген сөз. ПСЖ 4-3-3 схемасымен ойнайды. Бұл Интер үшін жақсы. Неге? Себебі Интер оны алдыңғы ойында дәл осындай схема ойнайтын Барселона өтті. Жалпы Интердің схемасы 2 латераль, 3 қорғаушы схемасымен ойнаған кезде бұл оларға қапталдағы басымдылық береді. Барсаны ПСЖ-мен салыстыруға болады ма? Болады, неге өйткені Луис Энрике осыдан 10 жыл бұрын Луис Энрике осы финалға алып келген Барсаны осындай жүйемен, 4-3-3 жүйесімен. Келісесіз бе? 4-3-3-мен алып келді, бірақ принциптер мүлдем басқаша. Барса көбінесе рок-н-рольный футбол дейді ғой, сондай ойнайды. Несі оборонасы жоғары ойнайды, тәуекелге барады, алдағы Ямальға және Рафинияға көп үміт артады деген сияқты. ПСЖ-да енді командалық ойын бар. Командалық ойын көбінесе, бұл команда жұлдыздар бар ғой, бірақ сол жұлдыздардың мықты қасиеттерін пайдаланып, Луис Энрике бір тактикалық футбол құрғысы келеді. Осы үш жақтағы қорғаушы Невиш, Руис, Витинья.
осы үштік интердің үштігіне қалай төтеп бере алады деген сияқты сол сұрақты мен қатты көргім келіп жатыр. Қазір қосып берсе мен соны қарар едім. Әрбір талдаудан кейін соны айтып жүрді ғой Нұркен мырза. Арсеналдан кейін Интерға қарсы ойнаса мынау үшеу, Витинья, Руис шықсын. Себебі осы жігіттің ойында тактика деген осы жігіттің ойында бар. Қалай қозғалады олар, қалай ашылады, қалай бір-біріне страховка жасайды, қалай шабуылдайды. Осы негізі айтып тұрмын ғой жаңа бапкер Луис Энрике осы ойынға жаңа дүние дайындайтын болса, осы жігіттердің пайдаланып дайындайды. Мына жігіттер, алдағы жігіттер олар қосымша инструмент болады, бірақ негізі бапкердің ойын алаңға алып келетін негізі жартылай қорғаушылар. Бұл үш жартылай қорғаушы жалпы ПСЖ-ның бір ерекшелігі осы үш жартылай қорғаушы бір-біріне ауыстыра алады. Бір-бірін ауыстырып, бір-бірінің функцияларын атқара алады. Кейбір командада болады, мысалға Арсеналда Парти мысалға Эдегорды алмастыра алмайды. Я болмаса Ювенtusте Локотелли мысалы Маккейнді алмастыра алмайды деген сияқты. А бұнда бір үш жігіт бір-бірін алмастырып, андай сапасын жоғалтпай ортадағы ойын жүре береді. Интерде де, ПСЖ-да да мен үшін қызығы классикалық опорник жоқ қой оларда. Угард сияқты бір мүмкін Парти сияқты, немесе бір Родри болсын, метроном сияқты. Мына жақта Витинья ұзын бойлы емес, сондай физикаға қарасақ мықты ойыншы емес. Шағынған ойыншы ғой. Мобильный. Руис та сондай, Невеш та. Кішкентай метр 70 па сондай бойы. Олар енді бұл жерде енді жігіттердің IQ-не үміт артады, техникасымен IQ-не үміт артатын. Ал мына ойында Хвича қай жақтан шығатын белгісіз, бірақ оны алдың бағдарламада айтып өттім. Қазіргі таңда барлық командалардың, барлық жанкүйерлердің ойында көзінің алдында Хвича әлемдегі ең мықты дриблер ретінде көрінеді. Мүмкін одан да мықты жігіттер бар шығар. Бірақ бәрін талқылайтын Хвича. Хвича андай, Хвича мындай. Менде бір аналогия бар да. Хвичаға қарап, менің ойымша біз бір ностальгия сияқты сондай туындайды да. Өйткені біз бұрынғы бір Давид Вилля, сен барсаң жанкүйері ғой. Рональдиньо. Түсініп тұрсың да мені. Рональдиньо емес, енді Хвича сондай емес қой, енді 3-4 ойыншыны өтетін емес. Кесса, батыр. Жоқ, енді қандай аналогия келеді? Хвича бұрынғы бір вингерлер сияқты. Қарамайды ғой. Екі қорғаушы тұрса, оның алдында болды, дриблингке өте береді. Видеоларына көшейік. Бұл ПСЖ қорғаныстан шабуылға қалай шығады? Бұл жерде енді Интермен параллель келтіру болады. Интерде Думфрис болса, бұл жақта Ашраф Хакими бар. Ашрафтың жылдамдығы, Ашрафтың ашыла білуі, Ашрафтың жаңа футболға сай шабуылда қимылдау білуі осы слайдтан көруге болады. Бұл как өттіңіз, Хвича қандай позицияда отыр? Хвича қазір атаканы, шабуылды жартылай қорғаушылар арқылы. Негізінде Хвича өзі паш жасауға болады енді, бірақ айтып тұрмын ғой, ортада IQ жоғары жігіттер көп, сол себепті олар осылай шабуылдайды. Хакимиге қатты назар аударамыз. Хакимиге де біраз зат байланысты болады. Мен ойымша алаңдағы, мен пікірім, осы екі команда арасында алаңдағы ең жылдам футболшы. Осы міндетті түрде болады деген ойдан, себебі бұл дүниелер алдыңғы ойындарда болған жоқ, бірақ Астон Вилламен болған ойында көріп отырсыңыздар, Астон Виллада енді бос кеңістіктер көп болды, сол бос кеңістікті Хакими пайдалана алды. Оның алдыңғы ойында Хакими көбінесе полуфлангқа қысып жүрді. Ондай да болды. Сол себепті бұндай деңгейде футболда енді осындай керемет ойыншыларды әртүрлі пайдалануға болады. Әрине. Сол шабуылшылар туралы айттым ғой, доп опция деп. Оларда ПСЖ-де Нуно Мендеш бар, сол қапталдан қосылатын қорғаушы. Ол чистый броучник. Ол тек қана бровкамен ойнайтын ойыншы, қапталмен өтетін. Ал Хакими жартылай қапталмен спринт жасап, дриблинг арқылы өте алады, навес істей алады, өзі соғады. Одан функционалы көптеу. Хакимидің функционалы көптеу. Ал мынау Дембеле айтып өттік қой рөлі туралы. Ол міндетті түрде ортаға ығысуға тырысады, өзімен бірге кем дегенде бір қорғаушыны, кей кезде екі қорғаушыны назардан аударады. Жалпы ПСЖ позициялық шабуылдай ала ма, шабуылдайды ма деген сияқты сұрақ қоюға болады. Спорный сұрақ та бұл негізінде. Себебі ПСЖ-ның мен осы құраған ойындарда андай позициялық қарсыласты қысып ұстап айырма алаңына допты Арсенал сияқты бір қапталдан екінші қапталға асырып вариант таба алмай Арсенал сияқты ондай көрмедім. Олар көбінесе артқа мен емес
Месье Венгер саған қарап тұр Нұрке. Кешіріңіз Арсен ағай. Арсен ағай кешіріңіз. Осы дүниелерде болады деген сенімдемін мен. Сол себепті құрметті көрермендер, осы ойынды қарап отырған кезде Дембелені де мұқият қарап отырыңыздар, себебі Дембеленің үлесі зор негізінде. Гол соқпаса да негізінде ойынды өрбітуге жақсы футболшы. Ал сол Астон Вилламен болған ойын мен бір қызық дүние көрсетейін. Мына Астон Вилла шабуылы голмен аяқталады. Неге? Қараңыздар. Хвича, 4 ойыншы 5 ойыншы бірде көтеріліп кетті. Мына ортада ойнайтын қателеспесем Витиния, Витиния ма Невиш па екеуінен біреу? Руис? Невиш. Жарайды, ол маңызды емес, иә. Біз айттық қой, Интерда, қапталда, міндетті түрде оң қаптал, соң қапталда бір ойыншы артық болады, латераль. Қараңыздар, кімде Астон Вилла 4 қорғаушы ойнаса да, бір ойыншы артық қалып тұр. Мына жерде Хакими мына жігітпен бірге ортаға ығысады да, бірақ бір кезде түсінеді, мына қапталдағы ойыншы ашық қалған. Бірден ол, мына жерде Хакимидің ортаға қарай ығысуы, және де бірден ол есін алмастырады, жаңағы неде Тугис айтады ғой, поменяли направление. Дәл солай жол несін траекториясын алмастырады, ортаға пас береді, мына жерде мына жігіт Макгин қателеспесем допты алып, бір өзі шабуылға шығып, соққы жасайды. Керемет соққы жасайды. Демек, ПСЖ-ның позициялық прессингте осал тұстары бар, оны пайдалануға болады. Интер оны қапталдағы футболшылар арқылы пайдаланады да, оны көресіздер, міндетті түрде көресіздер. Осындай моменттер болуы мүмкін. Неге мен бұған баса назар аудардым? Себебі Астон Вилла қарымта шабуылда өте керек міндет болды. Ал Интер қандай команда? Интер сол қарымта шабуылдайтын команда. Макгин рөлінде, Макгин стилінде Мхитарянда жұмыс істей алады. Барелла ең біріншіден. Барелла мен Мхитарян болсын, Бастони өзі кетеді ғой енді. Мына позицияға Мартинесті ығысалады керек болса. Тюрамда, оны да көрдік қой Барселонаға қарсы. Қайтадан Астон Вилламен ойын. Неге Астон Вилламен ойынға біз қатты назар аударамыз? Себебі осы ойында болғанда, осы ойында ПСЖ-ның осал тұстары көп ашылып қалды да, көрініп қалды. Білесіз ғой қандай ойын болған екен. Өте нәтижелі голдар көп соғылды. Және де Астон Вилла, мен шынымен таңғалдым, қалай өтпей қалды ақыр аяғында. Себебі Астон Виллада андай рок-н-рольный командада қорғансыздығын өте жоғары көтеріледі. Жаңағы вертикальный топтар көп болады, диагональ көп, тез шабуылдайды. Осыған кей кездері ПСЖ дайын болмай қалды осынан. Бұл жерде қараңыздар, Хвича баяғы сол Наполидағы футболына салып, ортаға қарай ығысады, мына жерде қазір ол допты жоғалтады, допты жоғалтқан кезде, мына жерге шабуыл өрген кезде 3-3 шабуыл болады. Мына жерде Фабиан Руиске рахмет айтсын, оның негізгі жаңағы өмір сүретін мекені ғой мына жерде. Осы жерден шабуыл бастайды. Мына жерде мына жігіт болмаған кезде 3-3 болатын еді. Демек, бірақ сонда да мына шабуыл немен аяқталады? Мына шабуыл өте қауіпті соққымен аяқталады. Мына жерден Тилиманс сол жаққа қарай пас ауыстырады. Роджерс кіреді осы. Роджерс па, бір өзі соққы жасайды. Гол болмайды, бірақ өте қауіпті шабуыл болады. Бірақ неден басталды? Біріншіден, мына екі жігіт жоғары көтеріліп кетті. Невиш пен Витиния шабуылды қолдаймыз деп. Мына жерде Усман Дембеле асқа қарай ығысып, мына жерде өзінше зона ашып тұр. Бар білгенін жасап. Хвича бұл жерде өзінің дриблингіне қатты сеніп қалды. Мына қапталға доп асырудың орнына, ямасы мына қапталға доп асырудың орнына ол орта қарай ығысып, допты жоғалтты. Мына слайдқа қараймын да, бірінші назар аударам есепке. 1-5 көріп тұрмыз ғой. Одан кейін кәдімгідей камбэк басталды ғой Астон Вилла. Сонда контрольді ұстай алмай ма Пари Сен-Жермен? Жоқ, былай сияқты ғой. Өздері де ойнайды, бірақ басқаға да ойнауға мүмкіндік береді. Жоқ, бұл жерде контроль ұсталмағанда неге мен ойлаймын, бұл жерде басты проблемасы, жаңа сен айтып өттің ғой, мына екі жақтағы екі фулбэк өте жоғары көтеріледі. Өте жоғары көтеріледі. Демек, артта екі ойыншы қалып қояды, олармен бірге тағы да баланс жасау үшін, қарымта шабуылдарға төтеп беру үшін артта ойыншылар болу керек тағы. Мына эпизодта конкретно Фабиан Руис қалып қойды. Конкретно айтайын. Осыдан кейін бөде массажға бармайды. Мына екі жігіт қалатын болса, мына екі жігіт Руиздің орнында қалатын болса, олар Руис сияқты қорғана алмайды. ПСЖ-ның менің ойымша бір
мына ортадағы үш жігіті бір жағынан преимущество береді да, бір жағынан осал тұс. Әсіресе қарымта шабуылдар кезінде мына жігіттер кейде артқа қайтып үлгере алмай қалады. Я болмаса жаңағы физический сила дейді ғой, бұлшық ет жетіспейді ортада. ПСЖ-ға интеллект масқара енді ортада. Үш ойыншы масқара интеллект береді, бірақ бұлшық ет жағынан жаңа сен айттың ғой, Арсеналға партийдің несі жетіспейді деген сияқты, жаңа отбор жетіспейді. Бұл дәл солай ПСЖ-ға сондай бір ойыншы жетіспейді. Сондықтан да қарымта шабуылға ПСЖ уязвимый дейді ғой. Ондай да болады. Енді артта өткен тек қана Маркинес пен Пачо қалады. Фабиан Руис неге байланысты? Ондай взрывной емес, жаңа көп подхатқа бармайды деген сияқты. Мына жерде мысалы ойыншыға атылмайды, ол қорғанысқа түсе салады да мына эпизодта. Қорғаншылармен бірге жай ғана жүгіріп өтеді. Себебі ол партия сияқты атыла алмайды допқа, болмаса тағы да қандай оппоненттер бар, мысалы доп тартып ала алатын деген сияқты. ПСЖ-ның бұл менің ойымша осал тұсы. Әсіресе мына фулбектер осылай көтерілсе, бұлар қайтып үлгермейді ешқашанда. Артта қалған адамдармен қорғану керек. Ал біз білеміз, ортада ПСЖ Интер қалай ойнайды, Интер ортада доп тартып алса, алда екі шабуыл шалып қояды, міндетті түрде Мартинес пен міндетті түрде Тюрам қалады. Оларға әуемен доп беріледі, олар сосын барып қарымта шабуылды өрбітеді. Сол себепті мындай позицияда олар Интер ұстап алуы мүмкін. Физика соны 100 рет айтуға болады. Өйткені Dumfries қосылғанда ол Фабиан Руисқа дуэль. Бірде бір қалса, енді менің ойымша кәдімгідей жеп тастайды ғой Dumfries оны. Мына жақтан Тюрам қосылады. Ол да Пачомен. Пачо менің ойымша бұл да Лига 1 Францияда супер қорғаушы деп айтуға болмайды. Сол туралы, осы жігіт туралы. Тек қана Маркиньос бар. Пачо негізінде жаңа агрессивті қорғаушы емес қой. Агрессивті қорғаушы емес, ол андай страхующий больше. Көп тәуекелге бара бермейді, көп алға жылжи бермейді деген сияқты онысын лақтырып. Енді ол қосылса, енді білмеймін, 9 ойыншы шабуылға келеміз сонда. Келесі эпизодқа көшейік. Бұл жерде мен енді нақты сізге көрсетемін. ПСЖ-ның бұл чемпиондар лигасындағы эпизод емес, бұл чемпионат Франциядағы соңғы ойындарының біріндегі эпизод. Қараңыздаршы, Ниццаға қарсы қызық ойын болды. Ницца да негізі жақсы команда ғой өзі. Мен көргенім, байқағаным, бұл бір қайталанатын эпизод емес, бірнеше рет қайталанды негізінде. Осы маусым барысында соның тәжірибесі де аздау. Оның кейбір ойындарда осы орта позицияда, жаңа средний блокта доп жоғалтқан жерлер де болды. Енді ПСЖ-ның маған бір ұнайтын керемет жері. Бұл қорғаныстан шабуылға шығу, және мына жігіттердің допсыз қимылдауы. Мен жаңа осы шығарма дайындалып отқан кезде дәл осындай движенияларды, дәл осындай қозғалысты мен Ливерпульмен болған ойында көрдім ғой. Примерно дәл осылай екі ойыншы ортадағы ығысады, бірдей синхронны. Ары қарай жерде Дембеле ашылады, Дембеле допты алғаннан кейін көрдіңіз, Руис тіпті мына жақта жүрді. Мына жақта тағы Хвича бар. Ана жерде екі ойыншы бар. Әр зонада ПСЖ численный преимущество дейді, сам басылымдылығын жасап, керемет шабуылдап тұрды. Бұл өте керемет шабуыл болды. Голмен аяқталды ғой бұл деген, Арсеналға алғашқысы сөйтіп. Керемет. Хвича қайтадан Дембелеге береді, Дембеле соғады. Сол себепті мен осы жігіттердің тарапынан осындай заттар көргім келеді да. Негізінде футбол тек қана доппен емес, футбол допсыз да болады. Егер сен футбол түсіне білетін болсаң, футболды көре білетін болсаң, алаңдағы ең қызықтан еліктіреді ғой. Алаңда футболда болатқан ең қызықты заттар доп жоқ жерде дейді. Доп жоқ жерде анда ауысулар, бір-бірін жаңа ойыншыларды құйтырқы әрекеттері, бір-бірін алдау деген сияқты заттар. Мысалы, мына жерде де Дембеленің ашылғаны, оған зона ашып бергені, ол керемет дүние. Ол үй тапсырмасы Луис Энрикенің. Бұл да Хадл компаниясының статистикасы. Доп үшін күрес, мына жерде. Тағы да чемпиондар лигасының сандары, бұл жерде басқа чемпионат, Италиян чемпионат емес, басқа турнир қосылып жатқан жоқ. Таза чемпиондар лигасының статистикасын алдық. Бұл жалпы маусымдағы статистикасы ғой. Доп үшін күресте Лилиан Тюрам, Маркус Тюрам. Жоқ, Лилиан Тюрам да дұрыс. Лилиан Тюрам да жақсы күреседі. Кифрен де жақсы күреседі. Негізде қандарында бар ол. Тюрам бірінші орында. Бұл енді Барсамен ойыннан кейін бірінші орын көтерілген шығар. Ана соңғы шешуші голда осы Тюрам емес пе? Айналып тұрып паста әдемеп берген. Бұл неге әсер етеді? Біз айттық қой, Интер әуемен ойнайды, әуемен шығады. Және де мысалы Тюрамға бағытталған допқа ПСЖ-да кім төтеп бере алады? Енді Маркиньос деп айта алмайды шығармын мен.
Маркинес. Пачоның батылдығы бар ма? Себебі Тюрам шамалы артқа қарай қысса, Пачоға да қысуға тура келеді ғой. Ана екіншісі шешуші пастар, ол кросс болсын, проникающий пас болсын, маңызы жоқ. Демаркаға басар назар аударамыз. Демарка бұл жасырын шабуылшы ғой Интерда негізі. Қорғаушы деп тіл бармайды мындай айтуға. Шабуылшы сияқты қимылдайды, дәл Дюмфрис сияқты да, бірақ Дюмфриске қараған, Дюмфрис енді жүгіріп аяқ алаңына кіретін ойыншы болса, Демарка олай көп қатты кіре бермейді. Ол андай көбінесе пас шығаруға үйренген ойыншы, пас шығарғысы келетін ойыншы. Сол себепті бұл сандардың да маңыздылығы зор. Негізінен осындай ойыншылардың осындай финалда пайдасы көп. Осы туралы айтып қой біз. Мына жақта тек қана плеймейкерлер. Мусиала, Фоден, Виртс, Рафиня и кім мына жақта кім қапталда ойнайтын. Адасып кеткен Демарка жүр. Білмеймін. Өз-өзін тапқан Демарка енді болады. Прессинг қарқындылығы Интер жоқ бұл жақта. Интер себебі прессинг жасамайды, керісінше ПСЖ жасайды. 4-ші орында. Чемпиондар лигасының сандары бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Бірақ Интер Баварияны өтті. Бавария бірінші орында тұрса да. Бірақ тағы да бір қызық дүние. Осы ПСЖ прессингке барам деп шешсе, Интер ол прессингті қалай өтеді екен. Көрдік бірнеше рет. Сол Бастони өзі ол қорғаушы болса да дриблинг арқылы өте береді. Спринт жасап 30-40 метрді өтіп, одан кейін Демаркаға пас бере салып, немесе мына жақта Чалханоглу да бар, Мхитарян оның жанында, Барелла, бірнеше вариант, бірнеше нұсқа бар. Бұл жақта бірақ менің пікірімше, және ПСЖ-ның сапында осал тұсты айттық қой, слабое звено дейміз ғой. Интерда егерде бисік шықса, сол прессингке сол есеп қалуы мүмкін, түсіп қалуы мүмкін. Италияда жазып жатыр да сол туралы. Павар дайын, бірақ Павар кімге? Комоға қарсы ойнаған жоқ. Осы ойын үшін, направленность істеп жатыр ғой. Дайындап жатыр ғой енді финалға дайындалып. Бисек. Жоқ, негізінде екі ойыншыда айырмашылық бар ғой. Бисек негізі құрамда шықса, Бисек ол стандарттарда көмекші. А Паваршы? Жоқ. Бірақ қорғаныста ең бір жақсы ойнай алады. Әңгімесі жоқ, қорғаныста күшті ойнайды. Жоқ, Павардың енді тәжірибесі жоғары ғой, түсінеміз оны. Сол себепті оны салыстыру. Түсінбей Жоқ, Павар сонымен қатар Дюмфрис қосылғанда мына жақта Арсеналдан кейін өзіне келді. Иә, мен Льюис Кейн аспанда ұшып жүр. Өз әлемі бар дейді. Сол Арсеналдың кесірінен сонда. Қарашы, қандай адам, тым жақсы адамды қандай жағдайда ұшырап қалды, қарашы. Тым жақсы адам. Соңғысы шабуылдағы жекпе-жектер қайтадан ПСЖ алды. Негізінде бұл жерде мен таңғаламын, неге Интер кірмеді. Интерде кіру керек, Тюрамның арқасында. Бірақ сандар алдамайды, сандар сөйлейді. ПСЖ бірінші орында, бұған да назар аударамыз. Шабуылдағы жекпе-жектер дегенде андай Тюрам сияқты жекпе-жектер емес, арқасын қойып, мындай жылдамдықта жекпе-жектер санаған шығар, мүмкін. Соны айтып тұрған болар, мына статистика. Демек, бұл ақпаратты жаттап алыңыздар. ПСЖ-ның алдындағы үштігі Кварацхелия, Дуэ, Дембеле. Осы маусымдағы ең үздіктері жекпе-жек саны бойынша. Саны бойынша. Сапасы емес, сапасы жағынан айтып, бұған арнайы оценка беру керек деген сияқты. Жалпы қарап отырсақ, мына жақта жаңағы сіз айтып жатқан шабуылдағы жекпе-жектер, шабуылшылардың жеке көрсеткіштерін барлығы енді статистиканы салыстырып жатқан кезде бәрібір де франциялық клубтың бір бас кішкене жоғарылау екенін бір көрген сияқтымыз. Байқауға болады бәрібір де Интерге қараған кезде. Басқа статистиканы тауып алады ғой. Интерге қатысты ма? Бірінші орында Интер. Мына жақта деп па? Ал жігіттер, бұл бағдарламаның маған ұнайтын бөлігіне көшейік. Интерді талқылаймыз. Көрейік. Негізі Еуропадағы тактиканы кәдімгідей болды. Тактиканы ойлап тапты деп айтпай ақ қояйын, бірақ тактикалық футболды ең керемет ойнап тұрған команда ғой енді. Енді финалға шықты, мойындау керек, жігіттер мойындау керек енді. Мойындау керек. Ювентус бостан-босқа жеңіліп қалған жоқ, чемпионат беріп қойған жоқ, негізі мықты команда Интер. Интер бірінші кезекте мына бір керемет картинкаға көңіл бөліп кетейік. Бұл допты тосып алу, допты тартып алу, отбор картасы. Мына тұйық түспен көрсеткендер, яғни осы жақта допты тартып алу көп болады.
яғни Интер допты қай жерде көріп алады? Өзінің айып алаңына айып жақын алаңына. жерден тартып алады. Мына жерде ондай жоқ. ПСЖ керісінше допты екінші зона мен үшінші зона, жаңағы вторая треть, третья треть дейді, финальный зона осы жақта. Демек, жаңа біз айттық қой, жаңа Хадл статистикасына көрсеткен кезде, ПСЖ прессинг жасайды, алда шабуыл көп барады. Дәл осы көрсеткіші маған Интерға дәл келіп тұр. Интер, сол айтып тұрған Интер ПСЖ-ның прессингін қалай өтеді? Сол өте қызықты болады. Міндетті түрде ПСЖ бесік шықса, бесіктің да жаңағы осал тұстарын талдайды. Кім шықса да, Ренат Аугуст шықса да, Ренат Аугустың осал тұстарын таңдайды. ПСЖ дайындалады. Бұл өте қызықты зат. Бұл да жаңағы командалардың өзіндік стилінің көрсеткіші ғой. Интер мына жерде доп тартып алады да, алға қарай асырады. Мына жерден Тюрам немесе Мартинес допқа таласып, екі жақтағы ойыншыларды екі латеральды ойынға қосады. ПСЖ олай ойнамайды. ПСЖ допты ортада тартып алады, немесе қарсыластың айып алаңын тартып алады. Бұл осыны көрсететін статистика, осы ойын стилін көрсететін статистика. Бейтарап доп үшін күрес. Бейтарап доп үшін күрес. Бұл Интердің ойынына келетін болсақ, айттық қой. Интер көбінесе әуедегі допты әуемен ұшырып, Тюрамды іздейді. Тюрам содан кейін барып допты кімге лақтырады? Не Бареллаға, не Мартинеске лақтырады. А егерде доп Мартинес пен Лиссандроға бармай қалса, не болады? Бейтарап доп болады. Бейтарап допқа тарату жағынан Интер 4-ші орында, ПСЖ 12-ші орында. Осы бағдарламаның басында айтып өткенім. Витинья, Невиш, Руис бұларға интеллектісі мықты, бірақ бұлшық жетпейтін ойыншылар. Ал ПСЖ ол жағынан проблема жоқ. Алып баратқанда енді мықты алыптарда емес, ортадағы енді кімде Бареллада кішкентай, Чалханогlu бәрі кішкентай болды, бірақ олар подборды жақсы іздеу, топ тартып алу жағынан олардың ойыны жақсырақ ұйымдастырылған деп айтуға болады. ПСЖ қараған кезде. Бұл енді бұл картинға қатысты басты ойым, жаңа подбор дейміз ғой, бейтарап топқа талас. Мен ойымша Интер сол жағынан басым болатын сияқты. Бейтарап топты енді кім жеңеді, сол шабуылдайды деген сөз. Сол шабуылдайды. Бейтарап топты жеңе тұрып, ол қарсыласты жаңа полупозиция дейді ғой. Полупозиция ұстап алуы мүмкін. Бұл Интердің енді шабуылдағы емес, қорғаныстағы сол тұстары. Оның алдыңғы бағдарламасы қайталап айтқанбыз. Осы схемада ойнаса команда 5-3-2 схемасында ойнаса, міндетті түрде мына зоналарда теңсіздік пайда болады. Мына зона арқылы шабуыл жасауға мүмкіндік пайда болады. Мынау мысалға алып баратқан мықты командамыз Фейнорд. Фейнорд бұл зонаны таба білсе, ПСЖ-да таба біледі. Неге? Себебі мына үш жігіт, соның үшеуінің ішіндегі екеуі енді жастары 30-дан кеткен, бұрынғыдай жылдам емес, бұрынғыдай мобильный емес. Кей кездері осы үш жігіт қозғалып бола алмайды да. Қозғалып болмаған соң, бұл негізінде бұл төрт адамның жабатын объемы ғой. Мына жерде енді Лиссандро мен Тюрам көп көмектеспейді. Мына жерде Тәттайремен негізінде Лиссандро ойнайды. Негізінде осы жігіт көп көмектеспейді. Тек Интер төрт жартылай қорғаушыға ойынның аяғында ғана ауысады. Ойында отырып жатса, соңғы көрдік қой соңғы ойындарда, Фратези шыққанда, Зеленский шыққанда Барсаға болды. Бір шабуылшты қалдыра салады. Бірақ үш жартылай қорғаушымен ойнаған кезде осындай кеңістіктер пайда болады. Осы кеңістіктерді пайдаланып шабуыл жасауға болады. Мына эпизодта нақты Фейнорд өте қауіпті соққы жасайды. Өте қауіпті. Өйткені Тюрам жартылай қорғаушылармен бірге бір сызыққа түссе, онда алтта ешкім қалмайды ғой, тек қана Лаутаро Мартинес. Сондықтан Интер шабуылға жылдам шыға алмайды. Содан соң Тюрам сол Лиссандро Мартинеспен бірге алда қала береді. Міне, қараңыздар, Бавариямен болған ойында өздеріне қарай көріп тұрыңыздар, Барелланы мен Кейн мына жерде негізі Кейннің бас жасайды, бірден екі ойыншының бір-бірін тартып алып тұрды. Орталық шабуылшы қаяқта жүр? Ол Дембеле сияқты ойнай алады ғой, сондықтан. Ама мына жігіттер футбол қарап тұр енді. Басқа аналогиялар келіп жатыр да. Лаутаро ана жаққа қарамайды, өйткені ол бір скилл туралы айтып жүрдік қой. Ол қорғаныста скилл жетіспейді, ол көрмейді, және қосылмайды, қорғаныста көмектеспейді Тюрамға қарағанда.
Мына жерде бірақ Мхитарян қалып қойды. Бірден 3 ойыншы мына жерде Кейн қайсысына берсе де шабуылдың өрбуінің несі болады, себебі болады. Тағы да көріп отырмыз. Фейнордпен бұл момент болды, Бавариямен де бұл момент бар. Келесі эпизодта тағы да дәл сондай, қараңыздар. Тағы да ойыншылар ығысып үлгермей жатыр. Бұл жерде Интер тіпті өз алаңына қатты қысылып қалды. Мына жерде Лаймер қателеспесем соққы бағыттайды. Тағы да қараңыздар, орталық жастағы қорғаушылардың позициялары Чалханогlu тіпті ортаға қосылып кетті. Ана қателеспесем кімнің соңынан жүгіріп кетті. Кейннің соңынан, болмаса кімнің Саненің ордан жүгіріп кетті. Бұл зоналар пайда болады. Мына екі жігіт қайтадан футбол қарап қалады. Бос зоналарды Барселонада пайдаланған естеріңізде. Барселонада пайдаланды. Демек ПСЖ да пайдаланады. Интердің осал тұстары қандай деген сұрақтарға міне осы суреттерді көрсетуге болады негізінде. Ал енді бұл классика Интердің визитный карточкасы дейді. Интердің қарымта шабуылы және мына екі жігіттің позициясы маған өте қатты ұнайды. Себебі бұл жаңа замандағы футболға сай позициялар. Оны алдың бағдарлама айтқанбыз ғой. Болашақта футбол қалай болады, қандай болады? Болашақта 11 футболшы бірге шабуылдай алатын да болады, қорғана алатын болады. Қорғаушылар шабуылшының орнын алмастырады, шабуылшылар қорғаушылардың орнын алмастырады. Интер соған келе жатыр. Дармиян кезінде футбол ойнап бастағанда қазір білген ба олай ойнайтын? Соны айтады. Қарапайым футбол кезінде Мюда жүріп еді ғой. Жаман хейт кететін осы Дармиянға. Қазір адам болып кетті мысалы. Қанша жыл болды? 5-6 жылдан кейін ба? Финалда ойнаған. Сені қоймайсың. Сөйтіп адам болады. Қыстырып. Бұл жерде енді мен ойымша басты плеймейкерлердің бірі Барелла, подборда жақсы жұмыс жасайтын ойыншы. Екі вариант бар. Мына жерде қазір ол бұрылып, араға Демаркаға береді. Солай ма? Қателеспен солай болады. Керемет дүние. Мен бағдарламасын айтқаным осы міне Интердің преимуществосы. Осының арқасын ұтса, осының арқасын ұтады. Плюс бұл переходная фаза. Дәл осы туралы Нұркен мырза айтып жүрді. Қараңыздаршы, ойынның 30 минуты Бавария бұтырап жатыр ғой. Қорғанысы бұтырап жатыр. Бәрі шайып жүр, кім қаяқта жүрген. Демек бұл Интердің несін білдіреді, мықтылығын білдіреді. Тамаша деп. Осыған ұқсас Бавария бұл енді екінші тайм қайтадан бұл жерде кім жатыр мына жерде? Біреу жатыр ғой. Дайырдың алды жатыр ғой. Дайырдың алды жатыр. Бұл жерде Мхитарян олай жата бермейді көп негізі. Барел Мхитарянға береді. Тағы да қараңыздар, екі опция. Екі жақтан дайын тұрады қосылуға. Тюрам екі бастан бұл жерде қорғаушылар. Біреуді алып кетіп тұр уже. Мартинес футбол қарап қалды енді, бірақ енді көп ренжімей-ақ қойдыр оған. Ол қайтадан ана жақтан қосылып отыр ғой. Бірінші слайдта да дәл солай болды ғой. Ортадан қосылып отыр. Керемет дүние. Маған осындай нелер жаңа тактикалық дүниелер қатты ұнайды. Бавариямен не болушы еді? Дюмфрис шықса, Дармиян емес. Бірақ ол дайын болған жоқ. Тағы да бір қызықты дүние. Бұл Интердің орталық қорғаушылардың шабуылы қосылуы. Оң жақта Павар бар. Бизик енді ондай қатты көп қосыла бермейді шығар, себебі қорқақтайды шамалы ондай қосылуға тәжірибесі жетіспейді. Ана жақтан айғайлайтын шығар. Қосылма, болды қал, қайт ауылға. Керек емес, болды. Футбол сенің ойының емес. Шабуылда сейсі де жетеді адамдар. Зомер айқайлап тұр дейсің. Демек бұл Бастони. Бастони мына біткен Италия чемпионатының басты үздік қорғаушысы болып аталды. Себебі бұл атақтың келуінде бостан бос емес. Себебі Бастони керемет маусым өткізді. Бастони жақсы қорғанады, жақсы шабуылдайды. Мына жерде мысалы қараңыздаршы, Бавариямен болған ойында қайтадан әуеден келген доп, подбор болады. Мына жерде Барелла қапталдағы ойыншылар іздемейді, Бастони іздейді. Бастони мына зонаны көре тұра шабуылға қосылады. Демек, бұл Бастони, яғни орталық қорғаушы Интердің ойындағы ол қосымша опция шабуылдауға. Бұл да керемет дүние. Сол себепті айтып тұрмын ғой, Чемпиондар лигасында ең тактика бар қай команда ол Интер. Себебі бұл ішіндегі жаңа дүниелер көп та. Біз кей кездері
көзіміз үйренбеген, әсіресе Қазақстан чемпионаты көп қараған мен сияқты жігіттерге осындай футбол қарағанда көзің рахаттанады бар. Демаласың ба? Демаламын, иә, кәдімгідей Қазақстан чемпионатын бір жұма қарап шықсам, сосын понедельник күні Интердің ойындарын қарап көрейік, Ювентустың ойындарын қарап көрейік. Болжам бойынша қалай ойын өрбеуі мүмкін сендердің ойларыңызша? Тедер аға, қалай ойлайсыз сен? Көп гол бола ма негізі мынандай ПСЖ Интер деген матчта негізі болмайтын секілді? Сол Еуропа лигасы сияқты. Бір екі гол соғылатын сияқты. Бірақ ол неге байланысты? Тез гол соғыла ма, соғылмай ма? Оны да білмейміз ғой, өйткені мүмкін овертаймға барады. Барселонаға қарсы енді матчтарды есіңізде ғой, өздеріңіз де көрдіңіз. Бірақ менің ойымша Пари Сен-Жерменде, Интерде сондай прагматикалық командалар, олар эмоцияға берілмейді. Бірінші минуттардан бастап, бірінші таймда 0-0, одан кейін екінші таймда кім гол соғады, сол команда жеңіске жетеді. Мүмкін 2-0, бірақ сол ең бастысы сол. Кім бірінші болып голды соғады, сол фаворит болады. Нұркен мырза, сіз қалай ойлайсыз? Қандай есеп болуы мүмкін? Овертаймға созыла ма негізі мынандай ойындар? Негізі финалдың көбі негізі овертаймға барады ғой негізі. Созылып қалуы мүмкін, овертаймға созылып қалуы мүмкін. Мен де ойлаймын, жабық ойын болады, тактикалық дүниелер көп болады, әсіресе бірінші таймда. Негізі тактика қай кезде төмендейді, екінші таймда ойыншылар шаршай бастаған кезде төмендейді тактика. Сол себепте әсіресе бірінші таймда өте тартысты ойын болады, мүмкін голдар соғылмауы да мүмкін. Бірақ бұл сценарийді тез соғылған гол өзгертеді әсіресе. Әрине бұл енді түсінікті, иә, қай команда тез соғып кетеді, екінші командаға жауап қайтару керек, сол себепте ашыла бастайды екінші команда. Және мынандай пікір бар, осы чемпиондар лигасын жеңген ойыншы алтын допқа үміткер болуы мүмкін. Біз ПСЖ-да енді екі ойыншыны айтайық, ол Усман Дембеле, екіншісі Донорума. Енді көп сарапшылар Доноруманы да қосып қойып жатыр. Бірақ енді көп жылдар бойы алтын допта Нойер болсын, Буффон болсын алтын доп алмаған, мысалға финалға дейін жетіп тұрып. Енді Донорума алса қалай сіздерге үміткер болып? Мен сенбеймін бұған. Негізі көбінекей Дембеле, иә, бәрібір. Дембелеге назар аударып отыр ғой, енді Дембеле биыл. Сол тек қана үміткер, Пари Сен-Жерменде болса, Интерде ешкім жоқ. Интерден ешкім жоқ енді, түсінікті. Екінші нұсқа бұл кім? Ламин Ямаль? Иә, Ямаль, Рафиня болмаса. Рафиня. Үшеу болатын шығар үздік үштіктер. Сол ол шешуші матч. Усман Дембеле үшін. Интер үшін де шешуші матч ғой, өйткені трофейсіз қала ма? Интер осы маусымда не Италия кубогынан ұшып кетті. Чемпионатта ол жіберді. Кімге? Миланға ойсыра ұтылып. 3-0. Енді Йовичтің бір бенефисі болды ғой. Сериясында еді. Мен сол матчты Пармаға қарсы Наполи Пармамен ойнағанда мен сол матчты қарап отырдым. Ана жақта уведомлениялар келіп жатыр. Интерде Лациомен 2-2 есеппен бітті. 99-шы минутта Арнаутович гол соғып тастады. Вар қарайды 2 минут бойы. Алып тастайды. 2 рет вар болды ғой сол ойында. Иә, сол Интер осы матчта жеңсе, болды чемпион болушы еді. Қалған матч Комаға қарсы ғой. Ана жақта Наполи, бейшара, Пармаға қарсы. Бәрі көрсетіп жатыр да, трибунада бүкіл жанкүйерлер нені ашып алып, флеш-скорларды. Не болып жатыр, ана жақта звондап жатыр біреулер. Интер енді білмеймін, мына жақта соңғы айқас болар үшін. Соңғы айқас болды. Басқа ештен керек емес, болса құлақты кубокты алсақ, сонымен жетеді. Сол көбісі 34-те, 33-те келесі маусымда не болады? Сол жаңағы 34-36 дегенде шығады ғой, мысалға Генрих Мхитарян осы ең бір ерекше бір жағдай осы чемпиондар лигасының финалына жеткен, жалпы Еврокубокта кубоктарды ұтқан, бірақ чемпиондар лигасын ұтпаған ойыншы екен. Мәселен, Лига Европаны ұтқан, Лига конференцияны ұтқан, Ромамен бірге, Манчестер Юнайтедпен де Лига Европаны ұтқан, мысалға Генрих Мхитарян. Тек қана чемпиондар лигасын ұтпапты Мхитарян. Осындай қызық жайт бар. Дидар айтып отқанын келсем мен, Интер неге бір қадам шамалы болса да жақындау чемпиондыққа мына матчта ұтуға. Себебі оның құрамында жас үлкен футболшылар көп, демек олар үшін бұл соңғы мүмкіндік болу әбден ықтимал. Екіншіден, қазір мысалға көрермендерге айтарым, сендерде отырып, әр команданың құрамынан осындай үлкен матчтарға қатысқан ойыншылар санап шықыңыздар. Қай команда көп болады? Бұл расында үлкен бір фактор. Мен психология туралы айтқым келмейді. Вообще негізі жек көремін де сондай нәрселерді, бірақ финалда расында. Мен ойымша Интер шанстары тең болса, кішкене болсын Интер туралы айтып кетейік. Өйткені мен ойымша бұл фаворит.
Мен де ойлаймын Интер фаворит. Мен Интердің жеңгенін қалаймын. Неге? Өйткені мен досыммен ақшаға бәстескен. Интер жеңсе, ол маған ақша береді. Bir шам ақша ол. Мысалға. Әбет ужин ішетін ақша. Bir күндік мысалы. Сен еріндір жеңіліп қалса мені кінәлап жүрген тек. Сіз неге өйтіп айтасыз деп. Мен Пари Сен-Жермен туралы рационалды футбол керемет, бірақ Арсеналды өту осы маусымда және Барселонаны өту меніңше бұл салыстыруға да болмайтын нәрселер сияқты. Иә. Енді финалға лайықты командалар кездесті, енді көрейік. Бір зат айтып кетейін. Біреу ПСЖ туралы айта ма? ПСЖ фаворит деп біреуміз. Мен айта алмаймын мысалға. Мен де айта алмаймын. Бірақ бір зат айтып кетейін. Кеше бір Леонид Слуцкийдің керемет бір ток-шоуын қарағанмын. Сонда маған бір керемет жер ұнатты. Сен алаңның жиегінде тұрып, сен қанша жерден жыртылып айқайласаң да ойынды өзгертемін, футболшыға бір нәрсе айтамын десе, көбінесе футболшыларға сен ол информацияны жеткізе алмайсың ойын барысында дейді. Бұл жерде мен неге айтқым келіп тұр? Неге жаңа айтып тұрық біздер? Интердің құрамында бұндай ойындарға қатысқан ойыншылардың саны көптеу. Демек, егерде ойын барысында ойын олардың мақсаты бойынша қойған планы бойынша жүрмей жатса, кім өзгерте алады? Интердің тәжірибелі ойыншылары өзгертуге жақындау ПСЖ-ның ойыншыларына қарағанда. Иә, ендеше жақсы футбол көреміз деп ойлаймыз. Өйткені финал қанша дегенмен де 31 мамыр күні енді кешке барлығымыз осы ойынды енді асыға күтеміз. Және сіздерге де рахмет. Жақсы талдап өттік. Және біздің көрермендерімізге тағы да ақпарат. Бұл ойын жайлы Интер мен ПСЖ арасындағы финал қалай өтеді және ойынның есебін тауып көріңіздер. Комментарийға жазыңыздар. Егер кімде-кім бұл ойынның есебін дәл табатын болса, алдағы шығарылымызда, яғни осы шығарылым аяқталғаннан кейін өте бір жақсы сыйлық бізден күтіңіздер. 10 000 теңге деші. 10 000 теңге? Дидар аға өз каспиінің өз қалтасына апарады. Ендеше аяқтайық. Өте жақсы талдап сараптадық. Әдеттегідей Дидар Қадыров, Нұркен Мырзағалиев және мен Ернұр Дүйсенғазы. Сау, сәлеметте болайық.